Әрбір қазақ комментарий жазсын, бөліссін, таратсын. Міндетті түрде 60 апа 70-деге жіберіңіздер. Ираннан алатын мұнай газда кез келген уақытта теңізден тосылады. Сонда мұнай мен газдан тосылмайтын жалғыз жер Орталық Азия, яғни Қазақстан болады. Тіпті олардың Пакистан Гвадар портынан алатын мұнай газы да тоқтайды. Тіпті Ресейдің шығысында Жапон арқылы, оңтүстік Кореydегі әскери база арқылы бомбалай алады. Бірақ олар Орталық Азиядан Қытайға баратын, Қазақстаннан Қытайға баратын мұнай газға олар тиісе алуы қиындау. Оның мүмкіндігі аздау. Осындай сәтте Қытай Орталық Азиядан келетін, өзінің қан тамыры болатын, жаны болатын мұнай мен газды басы бүтін меңгеру үшін Қазақстанда әскери база орнатуға бір сылтау іздеп отыр. Ал ол сылтауды үш жақ болып ақылдасып, бағаны көтереміз, қазақ халқын әбден тығырыққа тірейміз, жұмыссыздықты өршітеміз. Қазақ халқы, міне ақша бүкіл шетелге тығылып жатса да, бүкіл жаңағы байлар жоғарғы жек езуінен маяғып отырса да, қазақ халқы аш-жалаңаштықта максимал төзе алмаған жағдайда көтеріледі, көтерілгесін саяси өзгеріс болады, сосын Қытай келеді деген әңгіме болды. Бұл ымыра, бұл сауда. Алдыңғы жолы Ши Цзиньпин 3 жыл Қытайда көміліп жатып, карантин мерзімі аяқтағаннан кейін ұшып отырып Астанаға келгенде, Қазақстанның территория тұтастығы менен егемендігіне біз кепілдік береміз деген сөзді бекерге айтқан жоқ. Ол Қазақстанның территория тұтастығын біз қорғаймыз дегенде, ол әскермен қорғаймыз деген сөз. Ешқашан Америка ондай сөз айтпайды. Ешқашан Америка басқа бір елге ондай сөз айтпайды. Ал бұл сөзді айтудың ар жағында Қазақстан 39 жылғы 2-ші дүниежүзілік соғыстың алдындағы Польшаның тағдырын кешіп отырғанын, немесе Чар Россия менен Манчжур империясы кезінде, Шүршіт империясы кезіндегі қазақ хандығының тағдыры қайталанып отырған жағдай болып тұр. Ал менің бұл сөзімді маған жала жабатын, бәле жабатын жұрт бірден айтады. Ол міне биліктің қолайына жағатын сөз, Серікжан биліктің жобасы ақ көк деген жала айтылғады. Бірақ жала, ол жала. Менің мақсатым қазақ халқының амандығы мен тыныштығы. Аңшылықта болатын азаматтар біледі. Әсіресе аю ататын, қасқыр ататын азаматтар біледі. Егер сабырсыз болсаң, қорқақ болсаң, аю не қасқыр жаныңа максимал жақындамай тұрып, алыста тұрған кезінде атасың. Ол кезде қаруының күші әлсіз болады. Дәл тию мүмкіндігі де аз болады. Және дәл тисе де қарудың мүмкіндігі, серпімділігі, жаңа жойқын итеру, жарақаттау қуаты азаяды да, қасқыр да, аю да бірден ажал құшпайды. Ал аю жаралы болса, ол өте долы болады. Ол бірден жаңағы оқ атқан жаққа ұмтылады, адамдарды қолын қол бұтын бұт қалады. Ал нағыз тәжірибелі аңшы қарда демін ішіне тартып жатады. Демін ішіне тартып жатады. Суыққа төзіп, желге төзіп, денесінің қышығанына дейін төзіп, шашында қасымай, басында қасымай жатады. Максимал деңгейде аюмен қасқыр жақындап, енді осыдан мүттайын кетпей амалың жоқ деген кезде жанды жерінен атады, бір оқпен құлатады. Ал егер оқ аюға шаладарса, жанды жерінен тимесе, аңшы өледі. Міне, біз де қазір сол аңшы сияқтымыз. Біз қазір көтерілеміз. Сосын тағы да 30 жылдық, 40 жылдық, мүмкін 1-2 ғасырлық құлдыққа түсеміз. Біз орайды күту керекпіз. Біз Қытайдың Тайванға соғыс ашқанын кем дегенде, мынау Путин билігінің құлатылғанын күту керекпіз. Путиннің билігі құлаған күні қазақ халқы абсолютті жеңіске жетеді. Сол күні қазақтың әскері бейне қаңтарда қазақ халқына беріліп, киімдерін шешіп, қаруларын тастағанындай, сол күні қазақтың армиясы да, полициясы да халық жақ көтеді. Себебі олар халықтың баласы. Олар мына қанішер биліктің әмірін қорыққандығынан орындап отыр. Ал қаңтарда қазақты қырған, ол орыстың әскері, Путиннің әскері, бұйрық берген Тоқаев. Тоқаев өзінің тағын сақтау үшін қазақ халқын қанды жоса қырғын жасады. Сондықтан қалың елім қазағым, әлгіндегі аңшының әңгімесін бекер айтпаймыз. Орай керек бізге.
Тарихта да осындай мемлекеттер орай күтеді. Екінші дүниежүзілік соғыста мың жерінен алдаса да арбаса да түрік халқы дүниежүзілік алпауыттар ортасындағы соғысқа қатыспай, нәтижесінде халқы қырылмай аман қалды. Естеріңізге сала кетейік. Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында түріктер небәрі 6 миллион болған. Ал қазір түріктер 80 миллион әлемдегі ірі алпауыт елдердің сапында. Германия 80 миллион, Жапон 100 миллион. Мысалы, есептей беріңіздер. Дүние жүзіндегі ірі елдер қанша? Бұл жан саны дейтін, сан деген нәрседен сапа туындайды. Ал түріктер 6 миллион болған кезінде орталық Азияда қазақ халқы алхамдулилля 6 миллионбыз дегенде Ахмет Байтұрсын айтқанда, ол жер жәннаты жетісумен шығыс Қазақстанды ғана қамтыған. Сонда оңтүстік, бүкіл шұрайлы өлке, батыс оның бәрі қамтылмай қалған. Сол кезде қазақ халқы сол заманда соның бір бөлігі ғана 6 миллион болғанда, тіпті ең құжынаған, ең көп жылы жақтағы қазақтардың өзі бұған қамтылмағанда қазақ халқы қанша еді? Бір ғасыр өтіп, бір жарым ғасырға жуық уақыт өткенде біздің санымыз әлі 20 миллионға жетпей отыр. Сондықтан алдыңғы ғасырда қазақ халқының басынан өткен сол геноцидтерді еске ала отырып, біз күшімізді сақтап, орайды күту керекпіз. Атсақ, жанды жерінен атып, екінші орыннан тұрмастай қылу керекпіз. Ал көтерілсек, тұтас ұлт болып көтерілу керекпіз. Қазіргі көтеріліс, бұл ата жау, орыс пен Қытайдың мына қанішерлермен бірігіп отырып, қазақтың қанішер диктаторлармен бірігіп отырып, қазақ халқына жасап отырған қастандығы үлкен арамза жоспары. Мен жаным қолында болған жаратушы Алланың атымен ант етемін. Мен қазақ халқын сүйемін. Мен жаным қолында болған жаратушы Алланың атымен ант етемін. Мен Назарбаев Тоқаев жүйесіне басымнан бақай шығама деген қарсымын. Мен Назарбаев Тоқаев жүйесін тас-талқан қылып құлатуды, қазақ халқын азаттыққа шығаруды, Қазақстанда әділ демократиялы жүйе орнатуды, үш билік қатар тұратын, ақпаратқа еркіндік беретін, әрбір қазақ азаматы қолында сайлау билеті болатын, әділ және ашық сайлау болатын, нағыз батыстық демократиялық жүйені орнатуды мақсат еткен азаматпын. Сондықтан мен қазақ халқының амандығын көздей отырып, мынау әлемдік үлкен геосаясатта ата жау орыс пен ата жау Қытай геосаясатта өздерінің имперлік, басқыншылық, шапқыншылық, арам жоспарларын іске асырайын деп жатқан сәтте қазақ халқы қосақ арасында тағы бір мәрте, мен қайталап айтамын, тағы бір мәрте құрбандыққа шалынып кетпесін деп отырмын. Сондықтан қазақ халқы қақпан қақпай, тұзақ баспай, бетегеден биік, жусаннан аласа болып, осы империялардың өздігінен құлағанын күткеннен басқа бізде шара жоқ.